Ядролық бомбада радиация қалай таралады? Ядролық бомба жарылған сәтте радиация бірнеше жолмен таралады. Бірінші сәттегі радиация. Жарылыс болған алғашқы секундтарда өте күшті энергия, көрінбейтін сәулелер гамма, нейтрондар шығады. Бұл радиация өте тез және өте қауіпті, бірақ қысқа уақытқа ғана созылады. Жарылыстан кейінгі радиоактивті шаң. Жарылыстан соң жер, ғимараттар, заттар шаң болып көтеріледі, ол шаң радиоактивті болады. Сосын желмен жан-жаққа тарайды, жерге қайта түседі. Мұны радиоактивті түсу дейді. Бұл радиация ұзақ уақыт сақталуы мүмкін, суға, топыраққа, өсімдікке сіңеді. Қоршаған ортаға таралуы. Радиация ауа арқылы, су арқылы, жер арқылы жайлап, бірақ ұзақ әсер етеді. Сондықтан кей жерлер жылдар бойы қауіпті болып қала алады. Неге ядролық бомба өте қауіпті? Себебі ол бір сәттік жойқын әсер береді, көрінбейтін, бірақ ұзақ радиация қалдырады адам денесіне. Ядролық бомба неден тұрады? Ядролық бомба ерекше атомдық материалдың энергиясын пайдаланатын қару. Оның негізінде өте ауыр атомдар бар. Негізгі ядролық материал. Көбіне екі түрі қолданылады: уран 235, плутоний 239. Бұлар табиғатта сирек, атомы тұрақсыз, бөлінген кезде орасан көп энергия бөледі. Бөліну неге жарылыс болады? Бұл материалдың атомы бөлінгенде жылу, жарық, соққы толқыны, радиация бір мезетте шығады. Сол себепті кішкентай зат үлкен жарылыс. Басқа бөліктері жалпы түрде. Ядролық бомбаның ішінде тағы оны іске қосатын механизмдер, қорғаныш қабаттар, басқару жүйелі.